38 жастағы Иван Ковтунов су тасқынынан зардап шеккендердің бірі бүгіттегі жұмыстар таңертеңнен кешке дейін жүргізіліп жатқанын айтады. Көктемде су басқан үйінде ол жанұясымен бірге тұрады. Биік іргетасқа қарамастан үйдегі су 2 метрге дейін жетті. Бүгінгі күні барлық жөндеу жұмыстары аяқталуға жақын қалды дейді. Они прям такую дамбу широкую делают. Олар бөгетті кеңейтіп жасап жатыр. Жанынан өтіп бара жатып, жұмыстарды бақылап қалдым. Бұрынғы бөгет қатты тар еді, көлік әзер өтетін. Қазір ол жерде кең бөгет салынып, жақсы жасалынуда. Жұмыстар тез басталды. Менің ойымша, олар көлемді түрде жасайды. Мұндай су тағы да болғанын қаламас едім. Мына бөгет тасқыннан құтқарып қалады деп ойлаймын. Менің ойымша, бұл бәріне сабақ болады. Ушев көшесіндегі бөгеттегі мердігер Серік Ибраевтың айтуынша, қыркүйек айынан бастап су тасқыны кезінде пайда болған саңылауларды бітеу жұмыстары басталған. Содан кейін үйінділер көтеріле бастайды. Ол үшін ақсас қолданылады. Сондай-ақ мердігер қазір өзеннен қосымша бекініс үшін бетон плиталары жасалып жатқанын айтты. Дамбе Ушева имеет 4 большие программы. Ушев бөгетінде 4 үлкен саңылау бар. Олардың екеуі бүгінгі күнге дейін жасалған. Сондай-ақ 3-ші үлкен саңылауды нығайту бойынша жұмыстар жүргізілуде. Бүгінгі таңда бөгеттің 400 метрге жуық негізі жасалды. Біз оны кеңейтіп нығайтамыз. Сондай-ақ бізде 21 метрлік көлемінде барлық қажетті техника бар. Олардың ішінде 2 бульдозер, 2 экскаватор, 13 самосвал. Барлық үлкен саңылауларды жойып, кестеге сәйкес бөгетті нығайтуды жоспарлап отырмыз. Қалалық әкімдік өкілдерінің мәліметінше жұмыстар тек Ойқала ауданында ғана емес, басқа да нысандарда жүргізілуде. Былғар зауыты шағын ауданында, Есіл өзенінің жағалауы мен қала маңында да нығайтылуда. Инертті материалдар әкелініп, қайта құру және қалпына келтіру жұмыстары жүргізілуде. Всего на дамбу Ущева будет завезено 116 тысяч тонн белой глины. Ущев бөгетіне барлығы 116 мың тонна ақсас, Былғары бөгетіне 74 мың тонна және республикалық маңызы бар жолға бұл 8 шақырым 116 мың тонна инертті материал әкелінетін болады. Барлық жұмыстар жұмыс кестесіне сәйкес жүргізіледі. Қажетті техника, қажетті материалдар, оның ішінде инертті материалдар жеткілікті мөлшерде бар. Бүгінгі таңда жұмыстар белсенді жүргізілуде. Олар таңғы 8-ден бастап кешке дейін жүргізіледі. Естеріңізге сала кетейік, солтүстік Қазақстан облысында көктемгі су тасқыны кезінде 4000-ға жуық үй зардап шекті. Оның 1720-сы қалпына келтіруге жатпайды. 2024 жылдың көктеміндегі жағдайдың қайталануын болдырмау үшін барлық гидроқұрылыстағы жұмыс қарашаның ортасына дейін аяқталады деп жоспарланып отыр. Дана Асылханқызы, Кира Гриднева, Азамат Елубаев, Первый Северный телеарнасы.